Сіздің жастығыңызға орныңызға түсіңізге қарағанда осы сөз лайық па, соны ойлаңыз деді. Оспан бұл сөзге келгенде біржолата жеңіліп, кінәлі болған кісіше төмен қарады. Қыздың ірге бермеген ашықтығы мен шешендігі жігітті жеңді. Бірақ бұдан төренің көңіліне ашу мен намыс кірген жоқ. Қайта қызға қатты сүйсінгендей, ішінен құрметтеп, көңілі басқа жаққа қарай ауа бастады. Соңғы бір-екі сөз көңілін оятып, күтпеген жерден болымсыз үміт туғызғандай болды. Қыздың пішіні, мінезі, барлық сөзі де жігітке әбден жақты. Бұл уақытта Жәмила да оқыған жігіт дегенді жаңа көргендіктен бұған өзгеше көңілмен қарап, орысша сәнді киінген киіміне, қызыл шырайлы сүйкімді пішініне айрықша көңіл бөлгендей болды. Жас жігіттің ажарлы пішіні мұның да әртүрлі сезімін оятқандай еді. Енді үміт пен күдіктің арасында алысып отырған шыдамсыз күйеуді ұмытып, сайлаушы төре өз әзілінің жарастығын іздей бастады. Қыздың соңғы сөзінің бетімен бірталай сөйлесіп отырған соң, екеуі біріне бірі үйір болып, әбден таныс болған кісілердің қалпына келді. Аяғында қыз сөзінің көбі Оспанның үмітін әбден нығайтқан соң, қырдағы мүсіні тәуір әйелдің бәріне істеп жүрген дағдылы машығына салып, төре белгілі тілек айтуға ауысты. Көптен қалжыңмен жағалатып, айтып отырған сөзінің бетін ашты. Қыз бұл жерде де қысылған жоқ. Көп естіген сөзінің бір екендігіне жауап ретінде жымиған күлкісімен білініп түреді. Енді біразда ғашық болуға тақап, жүрегі лүпілдеп, жауабын асығып күтіп отырған жігітке қарап, Жәмила: «Сіздің сөзіңіз жерде қалмас, бірақ менің айтатын тілегіме өзіңіз де табылыңыз», деді. Оспан бұл жерде шыдап отыруға шамасы келмей, қыздың қасына барып, қолынан ұстап, бір қолымен мойнынан құшақтап, бетінен сүйіп алды. Қыз болымсыз ғана қымсынып, төмен қарап, ақырын біреу келіп қалады дегеннен басқа ешнәрсе айтқан жоқ. Біраздан соң Оспан орнына қайтып келіп отырып, қыздан оңаша жолығатын уақыт сұрады. Қыз жымиып күліп: «Айтқаныңыз жаңа, асыққаныңыз не?» «Айтқаныңыз жаңа, асыққаныңыз не? Әуелі менің тілегімді естіңіз», деді. Оспан: «Айта ғой, олай болса тілегіңді» дегенде, «Тілегім, біздің жақындығымыз аз күндік жақындық болмасын. Лайық көрсеңіз, өмірлік жолдас болайық деймін. Осыны қалай көресіз?» деді. Оспан бөгелместен байлауын жасап: «Жәміш, менің де айтқалы отырғаным осы еді. Енді сөзіміздің байлауы осы болсын. Сен менікі, мен сенікі», деді. Осы секілді сөздерден кейін қыз бен жігіт арасында уәде беріскен байлау болған соң, енді қалай қосылудың жайын сөйлесті. Бұл турасынан бірталай сөйлесіп келіп, байқағандары аз күнде елдегі жұмыстарын бітіріп, Оспан қалаға қайтады. Сонда Жолшыбай келіп Жәмішті алып қашады. Оған шекте Жәмила Қасымға тимеймін деген сөзді айта тұратын болды. Осымен сөздің аяғын бітіріп, екеуі талай жылдан көрісе алмай, сарғайсып жүрген ғашықтардай құшақтарын жайып сүйісіп, зорға айырылысты. Бұл оқиғаның артынан Қасым күйеуге Оспан көңіл жұбататын сөз айтып келген жоқ. Қызды көп сөйлесіп, тәуір-ақ көндірмекші болып айналдырып едім, болмады. Мен енді бабын таба алмадым деп, болымсыз сөздермен Қасымды жұбатпақшы болды. Қасым бұл сөздерге сенер-сенбестей болып, үндемей отырып қалды. Сол күні кешке қыздың тимеймін деген сөзі бұл өлкедегі ауылдардың бәріне де жайылып қалды. Әке-шешесі қыздың мінезіне ұялса да, зорлық қылуға бата алмады. Ертең болады деген той жасалмайтын болды. Кешеден желігіп жүрген сауықшыл жастардың бәрі де басылып қалды. Аяғында сол күні түнде күйеу қасындағы жолдастарымен ақылдасып, еліне қайтпақшы болды. Қыздың әкелері, ағайын туысқан жақындарын жиып алып, қызға қайта-қайта кісі салды. «Біздің қызымыз әзірше бұзылып тұр, бірақ бізге 15 күнге рұқсат беріңіздер. Соған шекті көндіреміз, тентегімізді тиямыз. 15 күннен соң қайта келіңдер» десті. Күйеулер осы сөзді малданып қайтып кетті. Арада 4-5 күн өткен соң, шабарман арқылы қызға берген уәделі түнінде Байбосын ауылының сыртына 3 ат жеккен Ташбекеңмен келіп, Оспан Жәмиланы күтіп тұрды. Мұның ойын әлі күнге шейін ел ішінде сезген жан болған жоқ. Жүрісін тіпті сезіксіз қылу үшін Байбосын ауылынан қайтқан соңда ылғи Қасымның ауылында жатқан. Қыздың ауылының сыртындағы табысуға уәде қылған кішкене төбешіктің түбінде ауыл жаққа қайта-қайта
телміре қарап Оспан мен шабарман Жәмиланы сабырсыздықпен күтіп тұр еді. Бірталай ауыр минуттер өтті. Ұйқыда жатқан ауыл жақтан ешбір дыбыс білінбейді. Сабырсыз жігіттердің қадалып қараған көздеріне жұлдыз жарық болып тұрған қараңғы түнде күйде түрегелген ірі қараның бәрі де келе жатқан кісі секілденіп көрінеді. Аяғында 1 сағаттай уақыт өткен соң жігіттердің сақ құлақтарына бір-ақ рет шылдыр еткен шолпы дыбысы естіліп қалғандай болды. Екеуі де құлағын тігіп ауылға қарады. Аздан соң қараңдап ақырын сөйлесіп келе жатқан екі кісінің бойы көрінді. Бұлар алдынан қарсы жүрді. Жәмиланы шығарып салуға жеңгесі Айша ере келген екен. Үстінде ақ көйлегі бар, басына қара шапан жамылған Жәмила жеңгесін ертіп жігіттердің қасына келді. Қыз келген соң азғантай ғана сөйлесіп, Айша мен бәрі бірдей қоштасып қара жолмен жүріп кетті. Қала бұл жерден 100 шақырым. Жұрт тұрыл құлақтағанша біз барып та қаламыз деп ауылдан ұзап шығып алған соң атты қатты айдап қашқындар кете барды. Ел ертеңінде түс мезгілінде қыздың кеткендігінен хабарлана бастады. Байбосын ауылы қыздың кіммен кеткенін білмей дағдарысты. Сол күні кешке бұл хабар Қасым ауылына да жетті. Бұл жұмыс төреден келгенін жұрт ертеңінде ғана білді. 1923 жыл.